Армысыздар алтындар, сіздермен бірге Алтынай Аман. Бұл кармология арнасы, қош келдіңіздер. Өткен эфирде карма ұғымына қысқаша сипаттама бердік. Бүгінгі кезекте негативті кармадан сақтану тақырыбы. Жақсылап зер салып тыңдауларыңызға кеңес беремін. Өзіңіздің өміріңізге өзіңіз қауіп төндіріп алмас үшін сіздің реакцияңыз маңызды. Дәл солай, реакция. Яғни өміріңізге орын алуға келген жағдайды қалай қарсы алуыңызды меңзеп тұрмын. Ол жағдай неше түрлі болуы мүмкін. Қуанышты, қайғылы, көңілді, көңіліңізді түсіретін. Естеріңізде болсын, қандай жағдай келсе де, ол сізге сынақ. Жағдай сынақ. Сондықтан оны дұрыс қарсы алу өте маңызды. Егер олай жасай алмасаңыз, онда бұл жағдайды дұрыс шығарып сала алмайсыз. Егер сіз ренжитін болсаңыз, қарсылассаңыз, әділетсіз жағдай екенін айтып ренжитін болсаңыз, онда дәл сол жағдай қайтадан қайталанатын болады. Яғни ол сіз дұрыс қарсы алып үйренбейінше қайталана береді. Яғни жағдай бір, сол жағдайды туындатушылар бірнеше. Мысалы, сізге бір текті адамдар үнемі жолыға беретін болса, онда сіздің ойлануыңыз керек. Неге бұндай адамдар сіздің өмір жолыңызға жолығып жатыр? Қай жерде сіз қате жіберіп тұрсыз және бұның себебін өзіңіз анықтауыңыз керек. Екінші заңы ол бақылау. Егер сіз өзіңіздің уақытыңызды бағалайтын болсаңыз, онда сіз ешқашан өзге адамды бақылауға алмайсыз. Яғни сіздің біреуді бақылауға уақытыңыз болмайды. Қазір екінің бірі диванный критик, отырып алып өзгелердің өмірін бақылаудан мастер. Осындай бос дүниеге уақыт құртқанша, онынша өзіңізді бақылап, эмоцияңызды бақылап және реакцияңызды бақылап үйреніңіз. Сонымен қатар жағымды, жағымсыз іс-әрекетіңіздің бар жоғын анықтағаннан кейінгі іс-әрекетіңізді бақылау қаласыз. Неге бұл жағдай сізді ренжітті? Неге өкпелетті? Осы сұраққа өзіңізге өзіңіз жауап беріңіз. Бұдан соң неге әлі ренжіп жүрсіз? Неге кешіре алмайсыз? Осы сұрақтың да себебін іздеп көріңіз. Егер сіз себебін дұрыс түсіне алмасаңыз, онда бұл жағдай қайталана беретін болады және де негативті карма жойылмайды, керісінше басқа негативті карма түйінделетін болады. Және үшінші заңы, ол өткен сабақта айтып өткенімдей, өзіңіз үшін жауап беріңіз. Біреудің сізге не істеген, ол оның кармасы, сіздің біреуге не істегеніңіз, ол сіздің карма. Жалпы карма дегеніміз ол сіздің іс-әрекетіңіз, сондықтан одан ешқандай қорқудың қажеті жоқ, егер іс-әрекетіңіз дұрыс болса. Сондықтан кім не істеп қойса да кешіріңіз, кек қайтарушы болмаңыз. Ол адам міндетті түрде өз жазасын алады. Сіздің орныңызға кек қайтаратын ол карма болып саналады. Сондықтан жай ғана ұмытып кетіңіз. Карма ол ғаламшардың айнасы болып табылады. Біз ғаламға не жібереміз, соны өзімізге көрсететін болады. Сондықтан негатив сезінудің орнына махаббат пен мейірім сезінейік. Ертеңгі күні сол өзімізге еселеп келіп жатса, керемет емес пе? Өміріңіз өз қолыңызда. Тағдырыңызды дұрыс жазып үйреніңіз. Осы видеоның астына сілтеме бекітіп кетемін. Өз өмірімнің авторымын деген өлеңімді тыңдап көріңіздер. Келесі эфирде негативті карма сонда да түйіндеп қойған болсаңыз, олардан қалай арылу және жою жолдарын білетін боласыздар. Сіздермен болған Алтынай Аман және кармология арнасы. Келесі кездескенше.